Айғаным үшін жаза. Осы келіп кеткен Әскербекпен түйедей құрдаспын. Екеуміздің бір мектепті, бір класты оқып бітіргеніміз бар. Жасында қандай еді, жарықтық, жалындаған от еді ғой өзі. Тап қазір екі жағы қуарып, бұрынғы қою қара шашы сиреп, самайын ақ шалған ауыл ағасы. 40-тан 3 аттап кетсе де, әлі күш қайраты қайтпаған сомбал денелі келісті жігіт. Алайда кешегі үйге келгендегі күйін көргенде қолыма қалам алып, жігіттіктің тағы да бір күңіренген күйін шерткеннен басқа амалым қалмады. Жоғарыда айтып өткенімдей, бұл екеуміз бірге оқыдық. Біздің сынып тұнып тұрған таланттар иесі болатын. Өйткені біздің сыныпта не домбыра шертпейтін, не баян, не гитара ойнамайтын жігіт болмады. Бәрі де өнерпаз, бәрі де қағытпа сөздің шеберлері еді. Дегенмен бұл құрдасымның аты ғана Әскербек. Өйткені КСРО құлап алғау-далғау заман басталғанда ержеткен біздің ешкімге керексіз болып қалғанымыз тағы бар. Сондықтан да әскерге кеткендер қатарына мұның ілінбегені өзі емес, аты ғана Әскербек болып қалуына себепші. Сол кезде мектеп бітіріп, оқуға түсе алмаған соң, ауылда қаңғып жүре берудің қисыны келмей, жұмыс іздеп, қалаға аттанған 4 сыныптастың арасында осы Әскербек те бар. Алып қала Қарағандыға келгеннен кейін, жұмыстан берген общагаға жайғастық. Осылайша тебісіп өскен 4 құрдастың қаладағы өмірі басталды. Қала болған соң тынысы басқа, тіршілігі басқа. Ауылдың таза ауасын қаланың түтінді ауасына ауыстырған біздің де бойымыз үйрене бастады. Ол заманда бұл қала орекеңдердің қолында болатын. Көшеге шықсаң бірлі-жарым қазақты көргенің болмаса, басым көпшілігі орыстар еді. Бірақ сол қазағыңның өзі қазақша білмейтін, білсе де мүлдем сөйлемейтін. Сонымен не керек, общага болған соң қыз-қырқын көп, бәрі де қала айналасынан жұмысқа келгендер. Жастары да өзімізбен тетелес, ары кетсе, 1-2 жас үлкен не кішілігі бар. Ал енді жоғарыдағы Айко деп отырғаным, бұл Айғаным атты сұлу қыз. Өзі Қарағандының Саран деген қаласынан. Тап қазір нақты есімде жоқ, Саран болғанда сол қалашыққа жақын ауылдарының бірінен болуы керек. Ол жайлы анық бірдеңе дей алмаймын, өйткені арадан 25 жыл уақыт өтіпті. Шынымен де өзі өте сұлу, ұзын бойлы, осы талдырмаш қызды 4 жігіт төртеуміз де қатты ұнаттық. Сонымен сөз салу деген бала махаббат басталды да кетті. Ол кезде Шолпан апайымнан көңілімнің қалған кезі. Ал онан кейінгі жүрегіме жақын қыз Индира әсем шаһар Алматыға оқуға түсіп, онан да күдерім үзілген. Ендігі ойым тек осы Айғаным болып, осы қызға есім кете бастағанды. Қалай болғанда да осы қызды құрықтасам деп ойлайтынмын. Кенеттен келесі бір демалыста арамызға осы Әскербек түсті. Ғани деді. Ғани екеуміз доспыз ғой, е? Бір сөз айтсам жоқ демейсің бе, айтшы дейді. Қолындағы гитараны тастай сап. Не дейін, досымнан тиген сұраққа аңырап қалдым. Бірақ бұл менің досым ғой. Ақша қажет болып түрмекен деген ойға кеткенім рас. Саған жоқ демеймін ғой, айта ғой қане, айта бер дедім. Ойымда түк жоқ, бала кезім ғой. Содан бұл сайрап берді дейсін. Мына Айко деген қыз қатты ұнайды. Өзінің жігіті де жоқ екен, сөйлессем деп едім, егерде сен арамызға келікпесең дейді. Денем мұз тартып басыма мынау не деп тұр деген ой келді. Өйткені осы қыз жайлы 4 сыныптас жақында ғана сөйлесіп, алғандікі деген бәтуаға келген болатынбыз. Ал мынау сол бәтуаны бұзып, келікпе дейді. Жағаласпа, араласпа дейді. Сонда қалай, алғандікі өз таңдауы болсын деп келіскен едік қой дедім. Жоқ, Ғани, сен келікпесең болды. Анау екеуінен келер қорқыныш жоқ. Сен әлі де Шолпан апайды сүйесің ғой. Сол Шолпан ауылда жүр екен. Мектепке кіріпті. Ауылға барғанда сөйлесерсің. Мүмкін араларыңда бәрі жақсы болып кетер деп сайрап кетті. Мына сөзге менің де басым бұрып, көз алдымнан Шолпан апайым шұбалып өте берді. Құрсын шын сөзімді айтайын, сол кездерде Шолпан деген сөзді естісем, жүрегім мұздап қалатын. Өйткені мен оны өте қатты сүйетінмін. Ол да кетәрі емес еді. Бәрі есімде. Тіпті сыныптасым Индирадан қызғанып, оңдырмай шымшып алған қалай ұмытайын. Мен оның соңғы шапалағына қатты ренжісем де, әлі де сүйеді екенмін ғой. Сол жерде санам сан жаққа тарап,
Айғанымның орнына көз алдыма шолпанның сүлбесі келді. Жастығым ба білмеймін, әйтеуір әп сәтте айғанымдай аруды Әскербек досыма ұстата салдым. Сөйтіп жігіттік сөзімді беріп, қолынан алып, артыма қарамай кете бардым. Міне осыдан кейін менің айғанымға деген сезімім орыстың сарышаш қыздарына ауысты. Әрине орыс қызы қазақ қызындай болмас. Сонда да жігіт емеспін бе, ұнаса болды. Сөз салып өзімнен өзім айғанымнан алыстап кеттім. Бірақ көкейіңде бұл қызға бәрібір үйленбеймін деген түйсік тұрған соң, тұрақсыз махаббаттың торына ілініп кетеді екенсің. Әсіресе джинсы кигенде айғанымның фигурасы анау-мынау жігітіңді қалпақтай ұшыратын. Қиыла қараған көзін айтсайшы, ақша қардай әппақ жүзін айтсайшы, Ғаниша деп тұратын сыңғырлаған үнін айтсайшы. Бірақ амалым жоқ. Енді ол басқаныкі. Оған мен сөз бергенмін, серт бергенмін. Досымнан аяғанды ит жесін, қызғанбаймын дегенмін. Қызғануға құқым да жоқ. Мұндай екі ғашықтың арасына түскен бұл өмірде оңбай кетсін. Мен үшін ең бастысы бақытты болса болды дейтінмін. Алайда кезінде бірі біріне өлердей ғашық болған осы жұптың біреуінің тағдыры маған осы күні белгілі. Ол мына қазір ғана үйімнен кеткен Әскербектің тағдыры. Мұның ақаңнан ұрттаса болды, анда-санда кеп іштегі ащы запыран құсып кететіні бар. Өйткені тап қазір мұның менен жақын жанашыры жоқ. Сондай-ақ өткен өмірдің тікелей куәгері де мен боламын. Енді маған айтпағанда кімге айтсын? Аянышты әрине, бірақ менің қолымнан не келсін? Болары болды досым. Алладан үміт үзбе дегеннен басқа не дейін?